Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз аузда еритін жұмсақ, үлпілдеп тұратын керемет булочка жасайтын боламыз. Әрине бір жасағаннан шығады. Лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттың барлығының құрамын видеоның астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Алдымен 2 жұмыртқамызды салып, 1 жұмыртқамыздың сарысын булочканың бетіне жағу үшін алып қаламыз. Сосын секерді салып, екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін тұзымызды, дрожжымызды, сүтімізді және кішкене сұйық майымызды қосып, тағы да араластыратын боламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ұнымызды жайлап сала отырып, бір келкі нан илейтін боламыз. Міне біздің нанымыз дайын болған нанымыздың бетіне кішкене сұйық май жағып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің нанымыз дайын, өте жұмсақ, керемет болып ашып шықты. Енді осыны бөліктерге бөлетін боламыз. Менде 10-15 штуктай булочкалар шықты. Осыны бөліп болғаннан кейін, осының бетін 10 минутқа тағы да жауып қоятын боламыз, кішкене көтерілу үшін. Көтерілгеннен кейін өзіңіз қалаған формаға салып, әсемдеп, сәндеп булочка жасай берсеңіздер болады. Мен булочкамның бетіне сармаймен секер салдым. Сіздер өздерің қалауларың бойынша варенье или сгущенка салсаңыздар да болады. Міне біздің булочкаларымыз дайын. Осы дайын болған булочкаларды бетін жауып, тағы да бір 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Кішкене булочкамыз көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, секер, күнжіт, мак сепсеңіздер болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндеп берсеңіздер болады. Қызып тұрған пешімізде 200 градуста 30-35 минутта дайын болады. Міне біздің булочкаларымыз әдемі болып, көтеріліп, пісіп жатыр. Менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ, сондай керемет, бір жасағаннан шығатын жұмсақ булочкаларымыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға.